Бәріне сәлем. Біздің 4-ші модульге қош келдіңіздер. Бүгінгі модуль біз полностью whitelist туралы айтып кететін боламыз. Whitelist дегеніміз не? Whitelist ол салымсыз табыс табу. Это заработок без вложений. Мысалы, қысқаша айтқанда whitelist дегеніміз ол NFT-ге жаңадан проекттер келеді. И ол проекттердің примерно өзінің Discord аккаунтында 200 мың, 300 мың оқырмандары болады. Олар whitelist'ті розыгрыш ретінде ойнатады. Это типа как конкурс сияқты болады. Біз сол whitelist'ті алу үшін адамдар бір-бірімен таласады. Сол кезде это как типа мини-маркетинг. Соның активін көтеретін болады сол проекттің. Полностью идеялар тастайтын болады. Сол үшін олар, модераторлар, админдер рахметін айтып whitelist'ті таратады. Мысалы келтіргенде, whitelist ол тек қана 1% қана бөлінеді. Мысалы, 300 мың подписчик болса, если Discord аккаунтында, то whitelist тек қана 3 мың ғана болады. NFT-дегі проекттердің аккаунттарында 300 мың подписчик болса, тек қана whitelistері 3 мың ғана адамға береді. И сен сол whitelistті алу үшін сен көзге түсу керексің, сен выделяться ету керексің, сен өзгеше болу керексің. Мысалы, біз сол 2,5-3 мың адам whitelist алған адамдардың қатарына кірсек, біз ол whitelistті не істейміз? Біз оны сата аламыз и минтить ете аламыз. Мысалы, мен сіздерге алдыңғы модульдарды айтып кеткен шығармын. Mint деген модуль болды. Ол жерде пресейл. Whitelist'тің пресейліне қатысы бар. Өйткені олар ограничены болады. Аз ғана адамдар сатып алады. Но бірақ уже гарантированно оны біз минтить ете алатын боламыз. Бір whitelistпен негізі 2 NFT-ді минтить етуге болады. Оны біз ең төмен бағада гарантированно сатып алатын боламыз. Ал екіншіден біз оны жақсы бағаға сатсақ та болады. Если сол проект перспективный болса, солай жақсы болады. Whitelist алу үшін бізге уақыт, білім және навык керетін болады. Біз ол whitelistті Discord аккаунтындағы рөлге аламыз. Біз вообще whitelistті тек қана сол Discord аккаунтына да бөлінеді. Потом біз сол Discord аккаунтты либо сатсақ болады через Telegram каналдар арқылы, либо же сол Discord аккаунттағы полностью уже 2,5 мың whitelist ойнатылып біткен соң, минттің датасы жақындаған соң, біз өзіміздің MetaMask кошелегімізді сол Discordқа екеуін привязать ететін боламыз. Привязать еткеннен кейін біз өзіміз сол проекттің сайтына, официальный сайтына кіріп, сол жақта уже өзіміздің MetaMask кошелегімізді жазсақ, бізге уже 2 минут арзан бағада шығып тұратын болады автоматически. Өйткені ол жақта ол проекттерде де адамдар келіп қарап отыр, олар бәрін бақылап отыр, бәрін тексеріп отырады. Біз сол проекттің Discord аккаунтына кірген кезде, оларда обязательно дорожная карта деген болады. Ол дорожная карта, ол алдыға қойған мақсаттары деген сөзді білдіреді. Әр проект өзінің Discord аккаунтына жазып кетеді. Өзінің алдына қойған мақсаттары. Если сол проект өз-өзіне сенімді болса, ол ататынын, оның бағасы көбейетінін, оның потом сол компаниясы үлкейіп кететініне, то ол үлкен жақсы мақсаттар қоятын болады. Біз соған да негізі көңіл бөлуіміз керек. Обязательно оны ерінбей оқып шығу керек. Например, мен whitelist алып қалсам Discord аккаунтта, то менің атым өзінің, например, барлығында қазір сұры болып тұрады Discord аккаунттың атты бір проектке кірсе. Ал если ол сол активность етіп, участвовать етіп жатса, то оның цветі сразу өзгереді басқа цветке, либо қызыл болады, либо көк болады. Обязательно басқалардан выделяться етіп тұратын болады. Өйткені сенде whitelist бар деген сөз. Негізі основной whitelist алудың шарттары ол активтілік, ол қауымға көмектесу, қауымды дамыту, достарыңды шақыру и креативтілік. Ең бастысы сол креатив көрсетсең, то негізі осы правилалардың бәрінен ұстанып жүру керек. Өйткені бұлар основной правила болып келеді. Әр проекттің, конечно же, өзінің әртүрлі правилалар болады, бірақ та сол бір нормасы негізі общий, то осы ең главныйлар. Правилаларға негізінде тағы чаттарға толыққанды араласу, диалогтарды ұзақ құру, сұрақтарына жауап беру
и ағылшынша аударып отыру. Мысалы, олар біз генерал чат дегенде сөйлесетін боламыз. Ол генерал чатта көбісі английскиймен сөйлеседі. Ал мен, например, өзім де английский қатты білемін деп айта алмаймын. Сол үшін мен олар английскийді алып, сразу переводтап, соған ответін қайтарып отыратын. Ол көп уақыт алмайды, ол негізі оңай, бәрі сөйтіп істейді. Мысалы, біз сол NFT-мен айналысатын адамдардың бәрі ағылшынша біледі деп айта алмаймын. Көбісі сөйтіп тез переводтап, сөйтіп жауап беріп көмектесіп отырады. Например, әр проекттің өзінің правиласы болады, жеке менің өзімнің де правилам бар. Ол, например, біріншісі ол креатив. Ең үлкен көлемде негізі креативпен whitelistті көп таратады. Адамдар сенің ойыңа баланың креатив мықты екен деп whitelist беретін болады. Сен әркіммен келіп сөйлесіп отыра берсең, оған көп уақыт кетеді, оған бір айда кетіп қалады. Ал сенің если креативіңді, если прям активный болып отырсаң, то сен көзге түсесің, сен сразу көзге түсесің, и сол кезде сен оларға да идея беріп тұрасың, олар да может сенің, например, сен сурет саласың, сен өлең айтасың, либо бір торттан бір нәрсе жасайсың, может даладан бір құмнан бір нәрсе жасайсың, может футболканы тігесің, шарф, сурет саласың, сен ондай көп идеялар. Креатив деген бастан тыс. Креатив дегендер негізі өте көп, неше түрлі түрлері бар. Сен солардың істеп выделяться ету керексің. Бірақ біреудің артынан ешқашан қайталамау керексің. Біреу, например, салса, если ол біреу, например, бір футболкаға сол проекттің суретін салып, далада марафон жүгірді. Сен оған whitelist берілсе, сен де соны көріп қайталауыңа болмайды. Болмайды дегенмен, негізі істесең болады, бірақ оған уже саған whitelist берілмейді. Өйткені ол модераторлар көріп тұрады, бәрін бақылап тұрады, сен қайталап тұрғаныңды. Сол үшін олардан бөлек өзің бөліну керексің. Екіншісі ол арттар и мемдер. Арт пен мемдар негізі тоже жақсы өтеді. Өйткені, например, әр сол Discord аккаунтта проекттерінде мемы деген болар. Сол көп мемдар негізі. Неше түрлі гифкалар бар, неше түрлі мемдар, приколдар бар. Соларды просто соған осы проекттің кішкене арасына қосып, тығып күлдірсең адамдарды, то тоже саған whitelist беретін болады, просто за мем. Үшіншісі ол мемдер жазу. Сен, например, өзің приколдар жазып, например, өзің там диалог составить етіп, английскийдан сөйтіп жіберіп отырсаң да болады. Олар да оны көреді, олар да оны оқиды. И ең главный, ол каналға ертерек кірсеңіз, соншама сізде шансыңыз көп болады. Әр проектте, например, сіз оны өсіп кететінін білесіз. Если сіз оның whitelistті қымбат тұратынын білсеңіз, то ертерек кіріп жұмысыңызды жасай берсеңіз болады. Сол кезде сіздің шансыңыз көп болады. Например, 2,5 мың whitelисттан уже 2.000 таратылып қойса, то лучше вам не стоит ойға кіруге. Өйткені сен істеген нәрселерді сенің алдыңнан уже істеп қоятын болады. Сен басыңа келген креатив ойларды уже істеп қойған болуы мүмкін, и сол үшін сен whitelist ала алмай қаласың. Сол үшін желательно сен ертерек кіріп проекттерге сол кезде алғаның дұрыс. И, например, мен өте көп проекттарды отырдым. Мен шығарып жіберген жерлерде болды, мені блокқа кеткен кездерде болды. Сол үшін сіздерге де айтып кетейін. Что нельзя делать? Не істеуге болмайды. Whitelist сатылымдық жайлы айтуға болмайды. Мүлдем. Ол номер 1 правило. Вообще айтуға болмайды. Мен алам whitelist сатамын деген әңгіме уақытта өтпейді. Сен сразу блокқа кетесің, и саған вообще олар whitelist, даже түсіңе де келмейтін болады. Екіншісі, ол Discordта жеке хабарламаны оқу. Саған Discordқа неше түрлі адамдар жазатын болады. Ой, сен мені whitelist ұтып алдың, сен былай істедің, сен молодецсің. Сен ол личный сообщение вообще оқымайсың. Негізі желательно сразу Discord аккаунттан настройкадан жауып тастау керек личный сообщение дегенді. И үшінші, ол боттарға сену. Бот неше түрлі саған да сол боттар жазатын болады. Оларға да сену керек жоқ. Ссылкаларға өту. Бұл да сол. Негізі бәрінің мағынасы просто сол личный сообщение өшіріп тастау. Саған бәрібір админдар, модераторлар личкаға ешқашан жазбайды. Саған даже whitelist беретін болса, сенің өзіңе айтпайды. Ол просто автоматически өзінің атын өзгереді, все, и болды. Саған сөйтіп whitelist беріледі. Сол үшін желательно өшіріп тастау керек. И өз пайдан үшін араласып жатырмын деген әңгіме болмайды уақытта. Например, адамдарға ол білініп қалады, модераторлар оны сен әр сообщениеңді оқып отырады. Сол кезде ол білініп қалса,
саған кішкене қырсық болатын әдеттері бар. Олар да өйткені біз сияқты адам, олар өзінің проекттеріне негізі өте қатты қолдайды и сүйеді. Одан кейін админдарға жазу. Лично админдарға ешқашан жазу керегі жоқ. Олар просто навязчивый адам деп ойлап қалады. Олар оны былай қарағанда оқымайды да. И көбісі, например, сұрап жалынып алу, whitelistті сұрау. Маған whitelist беріңіздер, мен бүйтем, мен сөйтем, или маған whitelist берсеңіздер деп, ондай сұрап жалынған адамдарды бәрі жек көреді ол жақта. Өйткені олар жазған кезде сразу бәрі хейт етіп кетеді, жамандап кетеді ол адамды. Сол үшін олай жазуға да тоже не стоит. Сосын whitelistің бағасын сұрау. Whitelistің бағасын ол жақта ешкім білмейді. И сен если whitelistің бағасын сұрасаң, то даже сен whitelist алып тұрып сұрасаң да, сен whitelistін қайтып алып қою мүмкін. Сол үшін сен ешқандай артық сұрақ қоймайсың. Whitelistті сатқан кезде просто өзің лично баға қойып сата бересің. Сосын теріс ойлар, жазулар. Сосын теріс ойлар, жазулар керегі жоқ. И саясат, расизм вообще керек жоқ. И андай болады, прям шутки уже там. И, например, сіздер whitelist алғаннан кейін сразу общение доғарып қалсаңыз, олай да болмайды. Өйткені модераторлар сіздің айтып отқандай сізді бақылап тұрады. Сіздер просто написать привет, там бәріне сәлем, қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар, сөйтіп жай күніге әшейін жазып тұрсаңыз болады, пока если сіз whitelistті сатып жібермегенше, либо же минт етпегенше, бір екі сообщениеден күніне жіберіп тұрсаңыз сол жетеді. Сосын мысал келтіргенде біз өзімізге whitelist алдық, ол whitelistті қайда сатамыз, қалай сатамыз? Біз, мен осының астында, мен осыны видеоның астына сіздерге OTC группалар жіберемін, олар Telegram каналдар, и сол жерде адамдар өздерінің whitelistтерін сатады, біреу сатып алады. И мысалы и сол Telegram каналда тек қана сол whitelistарды алып сатады. И бірақ та ол жақта да өте көп мошенниктер бар. Көбісіне алданып қалмаңыздар. Олар может бір нәрсені жазып, давай типа гарантсыз, может давай сен маған жібере бер, мен саған кейін жіберемін деген әңгімелер болмайды. И обязательно через гарант. Ол Telegram аккаунттарда 5-6 гарант адамдар отырады, который, например, сен ол адам whitelist сатсаң да, сол через гарант сату керек. Ол да оңай, араларыңа сонда админ келіп түседі да. Сен, например, өзің Discord аккаунтыңды сатасың. Ол, мен мынаны түсініп көрдім ғой. И мысалы біз өзімізге whitelist алсақ, сол whitelistті біз сол общий жай қағазды жібере салуға болмайды. Біз полностью өзіміздің Discord аккаунтымызды сатуымыз керек болады. Ол Discord аккаунт ашып создавать ету өте оңай. Например, менің өзім қанша 25-тен аса Discord аккаунт алып сатқам. Өйткені whitelistарды алам, сразу сатам, алам, сразу сатам. Сөйтіп сіздерде істеуіңіз керек болады. Ол қиын емес, ол өте оңай. И, например, мен оны қалай сатам, қай жерде сатам? Мен осы видеоның астында Telegram каналда қалдырып кетемін. OTC деген,
сол OTC группаларда сіз кіресіз, бірақ та алданып қалмаңыздар. Ол жақта да мошенниктер өте көп жетеді. И обязательно, если сіз сол жақта whitelistіңді сататын болсаңыз, либо сатып алатын болсаңыз, то через гарант. Мен, например, сатқан кезде ол телеграм каналдарға қалай жазамын? Решетка OTC, whitelist, өзімнің проектін жазам, бағасын жазам и escrow only деп жазам. Только через гарант деген әңгімені білдіреді. Ал мен уже сататын кезде уже решетка OTB, өзімнің whitelist, проект, қанша ақша берем и escrow only обязательно. И, например, OTC дегеніміз ол sale, сату, ал OTB дегеніміз ол buy, сатып алу. Солай болып бөлінеді. Обязательно оларды шатастырып алмаңыздар. Негізі whitelistің жақсы бағалары это вот 200-300 доллардан ары қарай кете береді, 2000-3000 долларға дейін. Сол аралығында сіздер сатсаңыздар болады. Ал осындай просто жай проекттар бар, который 10 долларда, біреудің whitelistері вообще құнсыз да бар. И ең главное, например, NFT-ге 100 проект келеді, соның 100 проекттің тек қана максимум 3-4 ғана whitelistері қымбат болып келеді. Сіздер соны білуіңіз керек болады, ол дорожный картадан білінеді, и келесі модульде де анализ жасаған кезде де білінетін болады. И, например, біз сол өзіміздің whitelistімізді сатқан кезде, біз сол гарантқа өзіміздің Discord аккаунтымыз бен паролімізді береміз, ол полностью тексереді, екінші адамнан ол ақшасын алады, и екеумізге былай екі ортаға жібереді. Сол кезде біз полностью болды, новыйдан Discord ашамыз да, и басқа проекттерге кете береміз. Сосын, мынандай осындай правилаларды whitelistті қалай алу, қалай оны не істеуге болады, не істеуге болмайтын, оны ешкім негізі көбінесе адамдар білмейді. Мен білем, өйткені мен екі проекттің жақсы модераторлары болдым. Ол проекттер өте танымалы. Сол жақта мен өзім админ болып мен қосқан кезде, мен өзім правила оқыдым. Ол правилаларды басқалар негізі оқи алмайды. Мен сол сіздермен бөлісіп отырмын, чтобы вы просто знали. Көбінесе ол білмейді, и ешкімге көбінесе айтқысы келмейді оны. Сол үшін мен сол модератор болып жұмыс істеген кезде, мен өзім, например, чисто кімнің креативі жақсы, кімнің идеясы жақсы, соларға ғана беретін едім. Бірақ қалғандары да болды. Кім активность етеді, соларға береді, кім сөйлеседі, сөйтіп whitelistарын бөліп отыратынбыз. Мен бір рет модератор болып көрдім. И одан кейін мен уже полностью түсінгеннен кейін мен бір whitelistті 2-3 күнде алатын болдым. Например, бір адамдар бір айлап жүреді сол бір whitelist алу үшін. Ал мен тек қана 2-3 күнде кіріп алып кететім. Өйткені мен барлық правиланы білем. И қазір уже сіздер де білесіз ол правиланы. Не істеу керек, не істемеу керек. И обязательно, когда креатив болған кезде, любой креатив болады. Даже сіздер TikTok түсірсеңіз де болады. Қазір хит болып жатқан YouTube канал түсірсеңіздер болады. Өлең айтсаңыздар болады, билесеңіздер де болады. Бәрін істеуге болады. Соның бәрі креатив идеяға жатады. Сол үшін бәріңізге сәттілік. Біз енді келесі модульда полностью анализ қалай жасаймыз. Қандай анализ, қалай whitelist, қалай проект, қандай минт, соның бәріне анализ жасайтын боламыз. Сол үшін бәріңізге сәттілік. Бірге болғаныңыз үшін рахмет.